Бүгін мен сіздермен бөлісетін боламын. Нақты имплантациялық қан кету дегеніміз не? Өйткені бұл біз жиі кездесетін сұрақ. Имплантациялық қан кету бұл өте жеңіл дақ немесе аздап қан кету. Ол ұрықтанған жұмыртқа жатырдың қабырғасына бекітілгеннен кейін 10-14 күн өткенде пайда болуы мүмкін. Және бұл қауіпті нәрсе емес. Бұл әдетте кейде жеңіл түйілулермен бірге жүруі мүмкін. Сондықтан әрине, егер ол қатты болса, сіздің дәрігеріңізге жүгінуіңіз керек, бірақ бұл сізді қатты алаңдататын немесе уайымдауға себеп болатын нәрсе емес. Бұл кейбір жүктіліктерде болуы мүмкін. Дегенмен барлық жүктіліктерде болуы міндетті емес.